Ассалаумағалейкум құрметтілеріміз, сіздермен Айгүл Ошан. Бүгін бір тамаша тақырыпты ашқым келіп отыр. Ашу, агрессия деген. Қазір көп адамдар ашу, агрессия эмоциясында өмір сүріп жүр. Не үшін? Бізге сыртқы әлемдегі, сыртқы адамдардың, жан-жағымыздағы адамдардың қандай да бір іс-әрекетіне қарап біз ашуланамыз. Үстемізде бізді анау адам, мынау адам ашуландырды, ренжітті деп ойлаймыз. Бірақ шындық сол, біздің ішімізде, өзіміздің ішімізде не бар болса, сол ғана шығады негізі сыртқа. Біз анау адамға, мынау адамға ренжіп жүрміз деп ойлаймыз. Шындығында ол ашу, ол реніш, өзімізге бағытталған ашу, реніш. Бірақ көп адамдар түп санамен өмір сүреді де, оны тереңнен танып біле бермейді. Қай уақыттарда біз ашуланамыз, соны қарап шығайға. Егер бізді біреу сыйламаса ашуланамыз, егер біреу бізді алдаса ашуланамыз, егер біреу бізге сенбесе ашуланамыз, егер біреу бізге тыйым салса, бір нәрсені істегіміз келсе, оған тыйым салса ашуланамыз. Біреу біздің границамызды бұзған кезде ашуланамыз. Бізді біреу бағаламаған кезде ашуланамыз, істегіміз келген нәрсені істей алмағанда ашуланамыз. Мысалы, демалғымыз келіп тұрса, демала алмаймыз, потому что міндеттеріміз бар, ашуланамыз. Бір жаққа барайын десек, бара алмай қаламыз, потому что тағы да бір қандай да бір міндеттеріміз бар, күйеулеріміз бар, енелеріміз бар. Солардан шыға алмаймыз да, өзіміздің қалағанымызды істей алмаған екен ашуланамыз. Бізді түсінбегенде ашуланамыз. Бізді жоғалта алудан қорықпаған кезде ашуланамыз, Мысалы, күйеулеріңіз сізді жоғалта алудан қорықпай, жаңағы шектен тыс іс-әрекеттер істегенде, неге бұл мені жоғалтуға қорықпайды деп соған ашулануымыз мүмкін. Бізді балдарымыз тыңдамағанда ашуланамыз. Біздің айтқанымызбен емес, өзінің айтқанымен өмір сүргенде, іс-әрекет қылғанда ашуланамыз. Мысалы, бізді біреу тыңдамағанда, мысалы, мен айтайын да, мен бір нәрсені балама істеткім келді. Балама айтқан едім, балам көнген жоқ. Содан мен келініме шықтым. Келінім арқылы айтқан істетіп көрейін деп. Сонда мен келініме айтқан кезде, келінім, мен тілекке оны айта алмаймын, тілек маған ренжуі мүмкін деп, менің айтқаным тіпті орындамады. Мысалы, сол кезде күйеуін таңдап, күйеуін айтқанын орындады. Негізі маған келінімнің осы іс-әрекеті қатты ұнады. Өзінің күйеуін, мен емес, күйеуін тыңдағаны. Ашуландым ба? Жоқ, ашуланған жоқпын. Бірақ сіздер көбінесе осындай нәрсеге ашуланасыздар. Егер балдарыңыз сізде емес, әйелін таңдағанда ашуланасыздар. Не болмаса, сіз емес, әйелінің айтқанын істегенде ашуланасыздар. Көп аналар осындай ситуацияда ашуланасыздар. Сен менен әйеліңді жоғары қойдың ба деп ашуланасыздар. Қай уақытта ашуланасыздар? Мысалы, сіздер былай ашуланасыздар. Балдарыңызға да, мен сен үшін өмір сүрдім, сен үшін өзімді ойлаған жоқпын, сені бірінші орынға қойдым, сен үшін мен өз өміріме крес қойдым, ал сен бүгін мен үшін өмір сүре алмайсың, мен үшін жаңағыдай, не деп айтсақ екен, мені ойламайсың, маған жаның ашымайды деп балдарыңызға ашуланасыздар. Не болмаса, мысалы, тіпті мынау әртүрлі профессияның адамдары бар ғой, мысалы, эфирге шығатын болса, сол шыға алмаған кезде ашуланады адам өзіне. Не үшін адам шыға алмайды? Демек, ішінде қорқыныш бар, ішінде сенімсіздік бар деген сөз. Не болмаса, біреулер жаман комментарий жазса деп қорқады, адамдардан қорқады. Дальше, мысалы, біреу бізден бір нәрсе сұрағанда, ақша сұрауы мүмкін, бір затымыз сұрауы мүмкін, сол адамға біз жоқ деп айта алмаймыз да, беріп қоюымыз мүмкін. Сол кезде жоқ деп айта алмастан, бергіміз келмеген нәрсені берген кезде жынданамыз, ашуланамыз. Біз адамдарға жоқ деп айта алмағанда ашуланамыз. Біз біреуді жоғалтып алудан қорыққан кезде ашуланамыз. Біз қай уақытта ашуланамыз? Біз біреуге көз қаранды болғанда, то есть біреуге тәуелді болғанда ашуланамыз. Ашуланамыз қай уақытта? 6 бала, 5 бала, 4 бала туамыз да, бірақ бізді күйеуіміз тастап кеткенде ашуланамыз. Мен осынша баланы сенен тудым ғой, сен неге тастап кеттің деп ашуланамыз. Біз өзіміздің күткен нәрсеміз болмай қалған кезде ашуланамыз да, біз қалағандай болмаған кезде ашуланамыз. Егер біреу бізді өсектесе, сыртымыздан біз туралы әңгіме айтса, соған ашуланамыз. Балаларымызға біреу сырттан ұрса,
сол кезде жынданамыз, ашуланамыз, біреуден бір өзіміз қалағандай жақсы қарым-қатынас күтеміз да, бірақ сол қарым-қатынасты ала алмағанда ашуланамыз. Себебі бізде четкий менімен осылай поступать етуге можно, былай поступать етуге нельзя деген өзіміздің четкий правиламыз жоқ. Сондықтан өзіміздің правиламызға тура келмегенде ашуланамыз. Дальше өзімізге көңіл бөле алмағанда ашуланамыз. Жындану, ашулану бұл контроль жасағысы келген кезде болады, иә. Біз жан жағымыздағы адамдарды контроль жасағымыз келеді, сол кезде ашуланамыз. Енді қараңыздар, құрметтілерім, бұл ашу дегеннің барлығы не? Егер бізді біреу сыйламаса, біз ашуланамыз. Демек, біз өзімізді ішімізде жеткілікті сыйламаймыз. Егер біреу бізді сүймесе, біз оған ашуланамыз. Демек, біз өзімізді сүйе алмаймыз, понимаете? Егер бізге біреу сенбесе, ашуланамыз. Демек, біз өзімізге ашуланамыз, понимаете? Сенбейміз. Біреу бізді бағаламаса, біз ашуланамыз. Демек, біз өзіміз бағаламаймыз, понимаете? Егер бізді күйеуіміз, жақындарымыз жоғалтып алудан қорықпаса, соған ашулансақ, демек біз өзіміз жоғалтып алған адамбыз, понимаете? Мен сіздерге бүгін мынандай нәрсе айтқым келіп отыр. Сіз егер ашулансаңыз, сізде егер агрессия бар болса, сіз ешқашан бұл сезімді жаман екен деп қашпаңыз. Бұл сезім сізге тек қана көмектесу үшін ғана келіп тұрған сезім. Ол сезімді ішке тығып тастай бергеннен сізде ешқандай пайда жоқ. Әрбір сыртқы адамға ренжігеніңіз, ашуланғаныңыздың ішіңізде себебі бар. Ол анау адам ашуландырды, анау адам бағаламады, мынау адам сыйламады деп сіздер сол сыртқы адамдармен алысып жатасыздар. Ал шын мәнінде сыртқы адамдардың көрсетіп жатқан қарым-қатынасы ол сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасыңыз. Егер сізді біреу сыйламаса, сіз өзіңізге сұрақ қоюыңыз керек. Ал мен өзімді сыйлаймын ба? Ал мен өзімді сүйемін бе? Ал мен өзімді қабылдаймын ба? Ал мен өзімді бағалаймын ба? Мен өзіме көңіл бөлемін бе? Мен өзімді еркелетемін бе? Мен өзімді түсінемін бе? Мен өзіммен өзім уақыт өткіземін бе? Понимаете? Бұл өте маңызды нәрсе, понимаете? Тіпті біреу сізді өсектесе, сіз оған ашуланатын болсаңыз, демек сіздің ішіңізде өзіңіздің бір проблемаңыз бар деген сөз. Себебі сіз адамдардың сөзі бойынша, адамдардың қарым-қатынасы бойынша өзіңізге өзіңіз баға бересіз. Қазір сіздерге мынандай тапсырма берем. Сіздің өзіңізге деген қарым-қатынасыңыз қандай? Адамдардан не қалайсыз? Адамдардан өзіңізге деген қандай қарым-қатынас қалайсыз? Мысалы, күйеуіңіздің сізге подарок істегенін қалайсыз ба? Күйеуіңіздің сізге ақша бергенін қалайсыз ба? Не қалайсыз? Кімнен не алғыңыз келеді? Ішіңіз сол сұрақ, сол жазасыз да, кімнен не алғыңыз келеді деп. Соның бәрінің жанына жазасыз. Мысалы, мен күйеуімнің сыйлағанын қалаймын дедіңіз ба? Жанына. Ал мен өзімді сыйлаймын ба деңіз. Мен күйеуімнің мені бағалағанын қалаймын десеңіз, мен өзімді бағалаймын ба деңіз. Бізде өкінішке орай, мен өзімнің практикамда көріп жүргенім, көзімді жеткізіп жүргенім, көп адамдарды, жан жағындағы адамдар өзіне қарағанда шамалы болса да сыйлайды, шамалы болса да сүйеді, шамалы болса да бағалайды. Бірақ адам өзін-өзі бағалауды үйренбеген, өзін-өзін сүюді үйренбеген, өзін-өзін құрметтеуді, өзіне-өзі көңіл бөлуді, өзін-өзі естуді, не қалаймын деп, жаным не қалап тұр дегенді үйренбеген. Адам өзін-өзін сыйлап үйренбегенше, өзін-өзін сүйіп үйренбегенше, оны ешкім жан жағынан құрметтемейді, сыйламайды. Сондықтан, егер сіздің бойыңызда ашу, агрессия бар болса, оның астында себебі өте көп, понимаете? Ашу деген ол, значит, ішіңізде реніш бар деген сөз. Ашу деген, значит, өзіңізге деген сенім жоқ деген сөз. Ашу ол, демек, өзіңізге деген құрмет сый жоқ деген сөз, понимаете? Поэтому осы тапсырманы орындасаңыз, өзіңіз түсіне бастайсыз. Егер сіз өзіңізге өзіңіз бере алмайтын нәрсені басқа біреуден талап қылсаңыз, ол всегда ақыры ренішпен, ақыры үлкен бір қайғылы ситуациямен аяқталуы мүмкін. Ал ашудың түбі ауруға алып келеді, понимаете? Сіз бүгін жаныңызды естіп үйренбесеңіз,
ол Құдай сізге сондай бір белгілер беріп жатыр, әртүрлі ситуациялар беріп жатыр. Бірақ егер соны естпестен жан-жағыңыздағы адамдармен алыса беретін болсаңыз, ақыры аурумен, қарызбен, үлкен бір ауыр ситуациялармен аяқталады. Так что бүгіннен бастап ашу ол менің дұшпаным деп ойламаңыздар. Ашу, агрессия бұл менің досым. Қандай да бір ішімдегі ашу, агрессияны шығарып тастау керек екенін, қандай да бір реніштерді шығарып тастау керек екенін түсінуіңіз керек. Потому что ашу, агрессия ол біздің әрбір клеткамызға жазылып қалған программа. Программа тек қана миға жазылмайды, ол денемізге де жазылады. Себебі біздің денемізде энергия жоқ. Бүкіл энергия ішіміздегі реніш, агрессияларға кетіп жатыр, понимаете? Ал энергиясы жоқ адам бақытты да болмайды, бай да болмайды. Так что, құрметтілерім, өздеріңіздің ашуларыңызбен, өздеріңіздің агрессияларыңызды жақсы көріп, түсініп, не айтқысы келіп тұрғанын түсінуге, зерттеуге, қопаруға, қазуға, себебін табуға әрекет қылыңыздар. Егер өз беттеріңізше күштеріңіз жетпесе, онда профессионалдарға келіп жұмыс істеңіздер. Себебі сыртқы әлеммен күрессеңіз, сіз өміріңіз босқа өтіп кетеді. Ал өзіңізбен күрессеңіз, 1-2 айда өзіңізді реттеп аласыз. Сол кезде сыртқы әлем өзгере бастайды. Көңіл қойғандарыңызға рахмет. Сіздермен болған нөмірі 1 психолог-практик Айгүл Ошан.